Баршаңызға сәлем достар, Түс Шору каналына қош келдіңіздер. Біз бұл каналда ислам әлемінде танымал түс шорушы ғалымдарының жазған еңбектерін қазақ тіліне аударып, сіздерге ұсынамыз. Сол үшін каналымызға тіркеліп, бізге қолдау білдіріп қойыңыздар. Кейбір кездерде біз түсімізді түсініксіз хайуандарды көріп, шошып оянып жатамыз. Сол себепті бүгінгі тақырып түсімізде түсініксіз хайуанды көрсек деп аталады. Ал ендеше бастайық. Егер адам түсінде бір иттің ұшып бара жатқанын көрсе, ол адам басындағы қайғы-мұңнан айырылғандығын білдіреді. Немесе сізге жамандық ойлап жүрген адамын сізден алыстағандығын білдіреді. Егер адам түсінде жұмыртқа туып отырған мысықты көрсе, ол адамның ақша табамын деп қатты шаршап қиналып кеткендігін білдіреді. Сол үшін де сіз бір демалысқа шығып келуіңіз керек. Егер түсіңізде бір жануардың басқа бір дауыс шығарып жатқандығын көрсе, мысалы сиырдың ит шеуіреп тұрғандығын көрсеңіз, сіздің өміріңізде үлкен өзгеріс болғандығын немесе жақын арада болатындығын білдіреді. Түсіңізде мысықтың сізді жылан сияқты шағып алғанын көрсеңіз, сіздің досыңыздың сізді сатып кеткендігін білдіреді. Түсіңізде арыстанның төсегіңізде ұйықтап жатқанын көрсеңіз, сіздің ұлды болатындығыңызды білдіреді. Түсіңізде бір маймылдың үйіңізге кіргенін көрсеңіз, сіздің қасыңызда 200 адам жүргендігін білдіреді. Түсіңізде қой мен арыстанның қасында қой жүргенін көрсеңіз, сіздің сатқын адамдармен жүргендігіңізді білдіреді. Егер түсіңізде бір түсініксіз хайуанның сізге шабуыл жасағанын көрсеңіз, сіз жақсылық жасап жүрген адам жаман ниетті адам екендігін білдіреді. Мүмкін ол сіздің ақшаңызды харамға жұмсап жүрген болар, немесе ол адам сізден бір нәрсені қалап жүргендігін білдіреді. Достар, егер осы видеомыз ұнаған болса, видеоға лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыз, және осы видеоны барлық достарыңызға таратыңыз. Келесі видеоларымызды өткізіп алмас үшін каналымызға тіркеліп қоңырауды басып қойыңыз. Сау болыңыздар.